Аспанның түсі көк дейсің ғой. Жаңа жоба Босеке. Төребек Әділбекович, мына құжаттарға сіздің қолыңыз керек. Босеке, басыңызға не үшін бинт орап алғансыз? Жай шашын бастырып алайын деп. Маған айтсаңыз, жақсы бір кепкалар тауып беретін едім ғой, алып тастаңызшы. О, көріп тұрған жоқсың ба? Адам бас жарылған ғой, бас жарылғанда бинт орамаймын енді. Басыңыз жарған? Кім жарған? Мүмкін скор шақырамыз, менің таныс медсестрам бар, соған звондап жүрмін. Қош, саған сұрақ қойса тоқтамайсың көрмесің. Кімді шақыршы? Әбунай шақыршы маған. Мына күзетті дұрыстау көріп түнде мен келдім, іштеп ұрып жүр ғой бір. Ұрып жүргенде ештеңе істеп жүрсіз? Басқа уақытта келсеңіз болмайтын бе? Қазір полиция шақырамын мен. Полицияның керек емес, записьтен алдыртып жатырмын мен. Соның үшін қараймыз. Кімді шақыршы бар, Әбунай тез. Одан да менің таныс медсестрама хабарласайық. Басыңыз қатты ауырып тұрған секілді ғой сіздің. Сосын күзеттің орнына медсестраны қоямыз ба? Кешіріңіз, қазір шақырамын. Ішке келіп қалсам, іште төртірі жүр ғой, короче. Қарайым, былай қарайым, дубинкам жоқ қой. Онсыз да дубинк жоқ қой? Содан кейін есімесіз ғой дубинк жоқ екен. Бір қарасам, төртеу мені көріп қалады да маған қарай жүгіреді ғой. Біреу жақындап қалады, тар жақтан жүгірем ғой. Құлай, екіншісі келіп қалады, тіземен тар жүгірем. Үшіншісі келіп жамбасқа лақтырам, короче. Төртіншісі келеді, шалтамда асмаға лақ жүрем. Бесіншісі келіп бір қарасам. Сен деген төртаяқты деген ғой, бесінші жақтан шықты. Да, төртеу дедің ба? Төртеу. Онда бірінші ұйықтап қалған қайтадан келген болып тұр ғой. Бірақ ше, саған айтайыншы, мен саған сенбеймін. Одан кейін Жекечан екеуміз деген бір ұстаздан тәлім алғанбыз ғой уақытында деген. Ой, қойшы, әбден Жекечанның киносын көріп киноға тойып алғансың ғой сен. Ой, мен өмірім кинодағыдай болса, мен кінәлі емес шығамын. Ой, сен желіме 3-4 қозғалғаннан соң ұрылар келіп қалды деп ойлаған шығарсың. Әбунай, сен Төребек Әділбекович шақырып жатыр ғой, не істеп тұрсыңдар мына? Ол кім? Кім? 3-4-дан қатты қорыққан соншалықты басына атылып қалсың ғой. Басып қой, Босеке деп атылып қалған ғой. Өткенде әйеліме жан деп атылып қалған ғой. Айбай деп. Қашынды қойыңдаш болды. Кеше түнде ұрылар келіпті. Соған байланысты сенімен сөйлесем дейді бастық. Көрдің ба? Кеше айтайын ғой, мен қырылғанды айтпай-ақ қой, ойындап жүріп бастық. Ой, болды, айтпаймын ғой. Жақай, сен мына жерде не істеп тұрсың? Жұмысыңа кіріс па? Просто ішім пысып, Әбунайдың киносын тыңдап көрдім ғой. Ішің пысқанша батыр, жұмысыңа кіріс. Мана көргеннен көрші, тыңдаған күшті кетеді да, ше просто. Тыңдай берсін, айта беремін, таусылмайды. Әбунай, алдыма түс. Қалай алдыма түс? Мен әйелімді айтпаған ғой. Миымды ашытпай алдыма түс. Қалай миымды ашытпай, артымнан ер. Жаңа Сымбатпен клиент күтіп отыр деген сияқты еді ғой. Мен қолда бір ше, әкесі депутат болған өтірік айтуды шығарды да бір ше. Ой, қойш, сен де мамаң скорыйда жұмыс жасаған соң ба, үнемі кешігіп жүресің. Жарты сағат болды клиенттің күтіп отқанын сен. Мен кешіккенім жоқ, клиенттің өзі ғой ерте келіп қойған. Осы күттіре бергеннен ғой екеуміздің қойып кеткеніміз. Сіздің бұрынғы жігітіңіз ба? Иә, соңғы рет қазір 5 минуттан кейін шығамын деп, жоқ болып кетіп, бір айдан кейін қарызға 800 теңге барма деп звондап тұр ғой, ұялмайды. Ол кезде де мен де шықпай атқан мен. Просто қолым шығып кетті да, абайсы больницадан бір шықтық қой. Ой, қойш. Бір-екі, ағайын, бәрекелді, орнымызға жайғызайық бір-екі. Болам, сен ба шашалатын? Жоқ, жалпы шашалатын машина ғой, мен просто бақыт беріп тұрамын. Енді шашылып еш кешсін, тойым бар бұл. Кеттік. Сіз тамада абай емессіз бе? Иә, ауылдағы ең аралдағы белді асабасы Абай Әділқап мен болып, қысқартып десең болады ғой. Сіз осы мен ағам тойын жүргізіңіз. Ой, енді күнде той шауып жүрміз ғой, былайда-былай. Қай бір той есте қалып дейсің, халықтың қуанышы деп жүгіріп жүрміз ғой, әйтеуір. Бірақ аға, қуаныштарға ұзаққа барған жоқ, ағам. Ажырасып кетті. Онда мені араластырма. Ол енді өмір болғаннан кейін қиындығы болады. Ағаңа бір қиындығы келіп қалғанда. Сосын сіз білесіз ба, мен жолдас болғанда тойын жүргіздім ғой. Ол да ұзаққа бармай ажырасып кетті. Алло. Мен салонда шаш алдырып жатырмын. Тез үйге келші, анау жабыстырған абайларым стенадан ажырап түсіп жатыр. Кешке қайта мен тұра берсін солай. Жалпы жолаған нәрселеріңіз бәрі ажырап кете береді екен, Тойда қонақтар болады ғой, тілекті көп айтатын. Солар ұқсамай тез жұмысыңды істеші, не істейсің? Бәрекелді ағайын. Гүлназ, осы бір көргеннен ғашық болу деген сенесің ба? Смотря кімді көргеннен ғой. Кез келген мысалға мен алайық. Сені бір көрген емес, бірнеше рет көріп, ойланып алып, қайтадан көріп, тосын жаңа осыны көрдім ба деп қайтадан. Бір ұнатпадым деп айта салса одан. Просто сен көңілімді қалдырғым келмейді. Сен менің көңілім дейтін, сен өткенде кондерді или мені таңда деген сен кондиционер таңдап кеттің де қалып болған ғой.
түсініші енді ол кезде деген күн қатты ыстық болды ғой. Сен ол кезде күннен өртеніп бара жатсаң, ол кезде менің махаббаттың жалын өртеп жатты. Тух, ай, не деген сөз мынау. Сен фартугың қақта? Мен оған шалбар тігіп тастадым. Шалбар емес, бізге фартук тіктеп берген жоқ қой оны. Енді ойлансай, мен дейтін қазір мына жерде фартук тіксем шалбар. Қош. Мен саған бір сұрақ қояйыншы. Сразу айтып қояйын, мен бір көргеннен ғашық болу дегенге сенбеймін. Ол сұрақты сен қойып қойдың ба? Маған қойға болмай ма не? Ол сұрақты мен... Ой, қойыңдаршы екеуің де. Қайтсың ғой сендер дым өзгермейтінін білесіңдер ма? Екеуің негіз екендер ұмытып қала беретін сияқтысыңдар. Екеуміздің түріміз ұқсағанмен менің жан дүнием өзгеше. Безумно можно быть первым. Ой, барыңдаршы екеуің. Түндегі запистің бәрін әкелдің осы ғой, иә? Осы ғой бары. Сен не дедің? Төртеу дедің бе? 5 ұрымен төбелестің дедің ба? Басекен, сіз жан-жақты адамсыз ғой. Маған көп болып көрінген шығар. Мен түсінбеймін, бар емес, түнде не істеп жүрсің абыны жұмыста? Зарядкам алып қойдым, зарядкам телефоным өшіп қалған. Үйде адам жоқ па, зарядкасы бар, соны зарядтауға болмай ма? Менікі толсы ғой, Бозеке, мен толсы ешкімге келмейді менікі. Кешіріңіз Бозеке, мен жұмыстан шығармақ қойыңызшы. Жоқ, мен сені шығармаймын. Еміме кеткен ақшаны шығарып алуым керек, айлығына ұстап қаламын соны. Бозеке, менің айлығым сіздің еміңіз түгел әбетіңізге де жетпейді ғой. Қойш. Онда айлығымды көтеремін, не істеймін басқа енді. Сосын ақшаны ұстап қаламын, сосын қайтадан түсіріп тастаймын. Ойнап айтамын. Негізінде дұрыс ішке кім келсе, әсіресе түнде ешкімді кіргізбей көру ғой. Бозеке, мен соны айта алмай тұрмын ғой маған бері. Мен басқа адам түгел шығындарды кіргізбеймін ғой мен. Қойш. Өзіміздің шығын мақсат қалайсың? Өзіміздің шығын тұрып. Бұны басты деген қатты ауырыпты, сен мен машинамен үйге барып тасташы, мен өзім машина. Болды Басеке. Машинаға апарып үйіңізге жеткізіп, төсегіңізді салып, светіңізді өшіріп, воротыңызды жауып, воротадан секіртіп кетемін ғой. Неге? Мен жақсылығым ғой сізге. Жақсы кеттік алды. Кеттік. Арал қаласы. Мұнда қызық көп, аспанның түсі көк дейсің ғой. Бұл ұжым көріп текен, барлығы біліп текен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен. Бұл ұжым көріп текен, барлығы біліп текен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен. Жаңа жоба Бозеке. Бәрі 2-3 кеттік. Түндегі барлық зат осы ма? Осы ғой бар. Сен не дедің? 4-өө дедің, 5 ұрыммен ұрыстың. Болды. Машинаға апарып үйіңізге жеткізіп, төсегіңізді салып, светіңізді өшіріп, воротыңызды жауып, воротадан секіртіп кетемін. Неге? Татау жақсылығым ғой. Жақсылығым ғой сізге. Жақсы кеттік алды. Кеттік. Мынау да бар ма? Жоқ, қанша не істейсің ба? Осы бәрін. Кеттік ал. Болды, жақсы кеттік онда. Кеттік ал. Мынау да бар ма? Не істейсің оны? Бармай ма? Жоқ, бармай ма дегенім. Жүр, қанша кеттік. Қанша? Кілтке, машина келіп қайды? Машина келіп қайды сізде? Мен саған берген жоқпын ба? Мен үйдің кілті бар дейді. Оны істемейді. Машина келіп қақты, машина келіп. Үйге барайық ауыл біздің үйге. Сосын үйде қалып қоймын тұрмын. Кеттік онда, мен алып тастайын. Кеттік. Мына бармай кет. Не істейсің? Мынау сенің телефон ғой жаңа сақ болған. Бармаймын. Жоқ, бармайдым. Осы жерде қалады кабинетте. Онда кет жоқ. Келіңіз. Оны неге істейсің? Алып алсын. Келмейсіз ба? Жоқ. Бұл кабинетте кетім, үйде кетім күн бөлек, машинада кетім бөлек. Сізге келгізбеген бе? Солда келгізбеген бе? Итеш. Мына коляска қой, аяқсыз үйде. Ya.